Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Мен бүгін сіздерге қатпарлы, өзімізді жақсы көріп, сүйсініп жейтін қатпарлы нанның рецебін көрсететін боламын. Ол үшін бізге жылы су керек. Маған жылы су қажет. Мен 250 грамм жылы су алдым, соны шамалап құямын. 500 грамм ұн алдым. Қазір жылы суға бір қасық, бір жарым қасық дрожь саламын. Қатты ашытпаймыз. Қасығымды толтырмай тұз салдым. Енді ұнды салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қасықпенен бұла алайын бірінші. Қазір кішкене ұнды араластырып алғаннан кейін қолменен жұмсақ қамыр илейміз. Бұған кішкене сұйық май құямын. Сұйық май болса жұмсақ және бұл енді пияз салатын қытайда қам болып шығады ғой. Соның үшін бізге сұйық май құямын. Екі жарым қасық сұйық май құйдым. Раяна, не істедің ғой? Қамыр жасадым. Енді бұны кішкене үстін жауып, жылы жерге бір жарты сағатқа демалдырып аламыз. Мен оған дейін ішіне салатын салмасын дайындайтын боламын. Қазір бетін жауып, жылы кішкене тындырып қоямыз. Шамалы көтерілу керек. Қамыр ашып, кішкене көтеріліп дайын болғанша ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Енді пиязды майлап турап кішкене бір бауыр жусай алдым. Бұл енді біздің огородымызда ауғаның ішінде өсіп тұр. Бір пиязды өстіп майлап турап майға салғайтып қуырып аламыз. Пиязымызды турап алдық. Енді жусайды да осылай майдалап тураймыз. Екеуін майға қуырып алатын боламыз. Жусайдың дәмі өте дәмді болады. Қастарымызды алып тастаймын. Ал. Кім екен? Раянам екен. Майға қуырып, кішкене дайындап алатын боламыз. Пиязымыз суылғанша тестамызды өлшектеп бөліп дайындап аламыз. Қызып тұрған майға пиязды қуырып аламыз. Сарғайғанша қуырып аламыз. Қазір кішкене қуырылғаннан кейін үстіне жусайды салатын боламын. Пиязымыз қуырылып жатыр. Кішкене сарғайғасын үстіне жусай салатын боламын. Кішкене тұз саламыз. Жусайды салдым. Осыны араластырып
Kişine qarab soğan. Где-то 1 minut aralashtiramiz. Bo'ldi. Aslini o'chiramiz. Bizning aylangan testamiz ko'tarildi. Kichkina ko'tarilgan. Endi buni 4 ga bo'lgan bo'laman. Hozir kichkina loy jag'laylik. Yetib 4 ga bo'lib olamiz. Kichkina 5 minutga betini jopib qo'yamiz. Tindirib oldik. Endi bundan shayatib bo'lamiz, bir shekilde chiqarib qo'yamiz. Hozir men chayib ko'rsataman. Salmamızı ortaya salamız. Salamız.
қалғанда осы төртеуінде осындай етіп жасаймыз. Мен қазір екеуін жасап көрсеттім. Келесісінде осындай етіп жасайтын боламыз. Мынандай етіп домалатып жасап алдым. Енді бұларды мен қазір 200 градуста пісіріп алатын боламын. Осылай кішкене демалдырып қойдым. Қазір үстіне жұмыртқа жағып шығамын. 200 градуста 15-20 минутқа пісіріп алатын боламын. Духовкам қызып жатыр. Қазір бетіне жұмыртқаның сарысы мен ағын араластырып жағатын боламын. Өте дәмді болады. Үйде істеп көрсеңіздер болады. Май қосып, жұмсақ қамыр жасап, осылай жасап жесеңіздер болады. Бұны жайып, жұқа қылып жасасаңыздар да болады. Мен жаймай осылай жасап жатырмын. Себебі кішкене дрожжи қостым. Дрожжи қосқаннан кейін бұл кішкене үлкен болып көтерілетін болады. Қазір шаймен ішкенге. Қазір Раяна, апай жасап жатыр. Ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, менің парақшама жаңағы менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Неге күшті әдем болып пісіп шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, дайындап жеңіздер. Үйден тіркелуді ұмытпаңыздар маған.